Бұл біздің планета. Дәл осы планетада сен, мен және екеумізден басқа тағы 7 миллиард 900 миллион адам өмір сүруде. Алайда бұл адамдардың барлығы жер бетінде біркелкі шоғырланбаған. Бір қалаларда адам өте көп және қайнаған тіршілік, ал енді бір елді мекендерде өлі тыныштық немесе адамдар тым аз. Бізге бұның сырын білу керек. Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін мынау картадағы ерекше құбылыстардың сырын ашатын боламыз. Өздеріңізге түсінген шығарсыздар. Бұл халық тығыздығы бойынша әлем картасы. Егер анықтап зер салып қарасақ, бұл картадан екі түзу сызықты байқауға болады. Бұл түзу сызықтардың бір жағында адам көп, ал енді бір жағында адам аз. Бірінші сызық Африкада. Бұл құбылысты түсіндіру оңай және бұл жерде ешқандай биік қабырға жоқ. Бар болғаны бұл жерде Сахара шөлі мен Африканың кедей елдері ғана бар. Бұл түзу сызықтың солтүстігінде Сахара шөлі, ол жерде сусыз, елсіз құмдар ғана бар. Бірнеше айлар бойы жауын жаумай 40 градус ыстық болып тұрады. Сол себепті ол жерде адам тұрмайтыны түсінікті. Ал екінші түзу экономикасы ең қуатты саналатын Америка құрама штаттарында. Егер картаға зер салып қарасаңыз, барлық дерлік америкалықтар бұл түзу сызықтың шығысында, ал батысында адам жоқ деуге де болады. Ең қызығы Американың үлкен қалалары болып саналатын Остин, Сан-Антонио, Оклахома Сити, Уичито, Омахо, Фарго сияқты қалалар осы түзудің бойымен шығыста қаз-қатар орналасқан. Бұл қалалар Америка құрама штаттарының ресми емес шекарасы сияқты. Әсіресе түнде спутниктен түсірген суреттерді көрсеңіз, таң қалмау мүмкін емес. Егер сіз машинамен жүріп Америкадағы осы түзуді шығыстан батысқа қарай қиып өтсеңіз, елсіз аймақ, елді мекендер мен жанармай бекеттері бір-бірінен тым алшақ екенін бірден байқайсыз. Себебі Америка құрама штаттарының 80% халқы осы түзудің шығысында, ал қалған 20% батыста тұрады. Алайда дәл осы батыстағы Калифорния штаты Америкадағы халық тығыз болып саналатын штат. Калифорния штатының халқы канадалықтардан да көп. Егер біз Американың батысында мұхит жағалауы бойымен тағы бір сызық сызатын болсақ, ортада қалған ұлан ғайыр далада бүкіл Американың 9% адамы өмір сүреді. Яғни осы далада тұратын адамдар саны Нью-Йорк қаласының тұрғындарына тең болар еді. Әрине, Нью-Йорк қаласының шет аумақтарын қоса есептегенде. Бұл елсіз жазықтықта 3 үлкен қала бар: Феникс, Лас-Вегас және Денвер. Олар бұл елсіз даладағы сағым сияқты сезіледі. Бұл жазық дала елсіз болғанымен пейзажы өте әдемі. Әдемі, бірақ қатыгез. Себебі бұл жазықта өте құрғақ және жауын-шашын өте аз жауады. Шығыстағы мұхиттан келетін жауын-шашын ағыны батысқа қарай жетпейді. Ал батыстан келетін жауын-шашын бұлттары биік-биік таулардан өтпейді және тек жағалаудағы аз ғана жерді көгалдандыруда. Табиғаттың осынау қатал әрі таңқаларлық құбылысын ең алғаш 1878 жылы Джон Уэслоу есімді ғалым байқаған. Дәл осы түзуден кейін топырақ та, ондағы өсімдіктер мен жануарлар да өзгеретінін байқайды. Бұл түзу сызықты сызғанда сол Джон Уэслоу. Яғни бұл түзудің шығысынан батысына қарағанда 3 есеге дейін жауын көп жауады. Джон Уэслоу бұл түзуді сызғанда 100-ші меридиан деп атаған екен, ал бүгінде бұл түзу 98-ші меридианда тұр. Жоқ, Джон Уэслоу қателескен жоқ. Сол кезеңде шынымен де батыстағы құрғақ дала жазығының шекарасы 100-ші меридианда еді. Уақыт өте келе шөл даланың көлемі артып 98-ші меридианға ауытқыды. Сол кезде ақ Джон Уэслоу шөл даламен күресу керектігін айтып, Америка құрама штаттарының парламентіне өтініш жібереді. Ол кезде ақш парламенті оның өтінішін қанағаттандырмайды. Осы бір қате шешімнің зардабын қазіргі америкалықтар тартып жатыр. Кейбір адамдар 98-ші меридиан құбылысын тарихи көшу салдары деп түсіндіргісі келеді. Американы отарлауды ағылшындар шығыстан батысқа қарай жасады дейді. Алайда бұл нақты себебі бола алмайды. Себебі адамға жер қолайлы болатын болса, ол жерде халық саны тез көбейеді. Бұл құбылысты түсіндіру өте оңай, әрі ол үшін алысқа барудың да қажеті жоқ. Мысал ретінде елордасы Астана қаласын айтсақ болады. Астана салынып басталған алғашқы жылдары 2030 жылдары Астана тұрғындарының саны миллионнан асады деп жоспарланған. Алайда экономикалық мүмкіндіктердің арқасында қазірдің өзінде Астана қаласы тұрғындарының саны 1.200.000-нан асып кетті. Қате жоспарлаудың салдары әрине бүгінде қала тұрғындарына үлкен қолайсыздықтар тудыруда. Егер де Қазақстан халқы санын 2-ге бөлетін түзу сызық сызар болсақ, ол түзу осындай болар еді. Сен бұл түзудің қай жағында тұрасың? Қай жақтан екеніңді комментарийге жаз. Қай өңірдің жастары экономикаға көбірек қызығар екен?
Сонымен, еліміздің оңтүстік шығысында табиғи мүмкіндіктер экономикалық өсімге де қолайлы жағдай туғызады. Соның арқасында еліміздің оңтүстік шығысында халық тығыз орналасқан. Ал керісінше, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен Қызылорда және Ұлытау облыстарының шекаралық аумақтарында елсіз жазықты кездестіресіз. Әрине, бұл да табиғи факторлардың экономикалық әсері. Осы себептен Ресейден Ақтөбе арқылы Қызылорда мен Алматыға автомобильмен жүріп өткен ресейліктер қазақ даласы елсіз деп таңғалып жатады. Кейбірі тіпті навигатор 612 километрден кейін оңға бұрылыңыз деп айтты. Қазақстанда елді мекенде адам да жоқ деп өз таңданыстарын әлеуметтік желіде жариялауда. Алайда, шын мәнісінде Қазақстанға табиғат экономикалық өсімге қолайлы жағдайды жасаған. Тек біз қолайлы мекенді жер ұйықты іздеп тапқымыз келеді де қалаларға көшудеміз. Табиғаттың қолайсыз соққыларына оңай бағынып, экономикалық өсімді өзіміз жасаудың орнына сол өсімі бар жерге кетудеміз. Ата-бабамыз табиғаттың қысымына бағынбай, осы ұлан ғайыр далада бірнеше ғасырлар бойы нағыз экономиканы гүлдендіріп отырды ғой. Бізге не көрінді? Қарапайым экономика арнасы. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Арнамыздағы басқа да қызықты экономикалық маңызды видеоларды көріңіз.